Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Мұнара, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерді өзіммен бірге құрылыс ойын алып барамын, сондықтан кеттік. Видеода байқалынбайтын болар, бірақ бүгін бізде ең боранды күн. Жұмыс орнына қош келдіңдер. Алдыңғы видеода айтқан болатын, біз қазір перегородка жасау процесіндеміз деп. Мінекей перегородкалар аяқталды. Біздің үйде 3 перегородка бар. Біріншісі ол мынау ванна мен котельный арасындағы, екіншісі мынау ванна мен прихожка арасындағы, және де үшіншісі ол 2 спальняның арасындағы перегородка. Енді менің жұмысым бұл шпательмен ұсақ түйек тастардан барлығын тазалаймын. Ар жағын, бер жағын, барлығын үшеуін. Одан кейін шүберекпен бәрін сүртемін шаң тозаңнан. Одан кейін 2 слой грунтовка жау керек. Кеттік. Әзірге мен жұмыссыз отырмын, сол себепті сізге өзім туралы айта кетейін. Менің есімім Онар, жасым 28-де. Мен мектепте ерекше білімді қажет ететін балалармен жұмыс істеймін. Жолдасым Әлбек, ол да 28-де, ол грузоперевозчик. Біз өз үйімізді салуды шешкен себебіміз, ол үшін де, мен үшін де өз талғамымызға, қажеттіліктерімізге сай жайлы кеңістіктің болғанын армандадық. Бізге пәтерден гөрі кең ыңғайлы өмір сүру, жайлы өмір сүру мүмкіндігі маңыздырақ болды. Өз жеріміз болып, табиғаттың тыныштығын сезініп, бақша өсіріп, таза ауамен демалу біз үшін маңызды. Сонымен қатар үй салу көптеген еркіндік береді, яғни өз қалауынша үйді жоспарлау, өзің материал таңдау, дизайн, үйдің стилін таңдау сондай қызық сияқты көрінді. Өйткені өзім кішкентай кезімде сондай ремонт туралы программалар қараумен өскен болатынмын. Бұл әрине оңай жол емес, көп уақыт пен көп күшті талап етеді. Біз жерді 2021 жылы алған болатынбыз. 22 жылы фундаменті құйылды, 23 жылы қабырғасы көтерілді, 24 жылы шатыры қондырылып, ары қарай осы іште жұмыс жалғасуда. Черновой жұмыстың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Одан кейін таза жұмыстар басталады. Бұл канал тек құрылыс жайында емес, бұйырса үй бітіп, осы үйге көшкеннен кейін алдағы уақытта басқа форматта видеолар жоспарлануда. Мысалы, жайлы өмір туралы, бау-бақша, үйде декор жасау және де тағы басқа. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, сіздің қолдауларыңызды күтеміз. Біз қазір ванныйдың арт жағында, яғни котельныйдамыз. Кешегі перегородканың артқы жағы. 2 слой грунтовкамыз кетті. Енді бүгінгі менің мақсатым плиточный клей жағу және де мынандай сетіспен қатайту. Мен түсінгенім бойынша ертең трещиналар болмас үшін. Сондықтан жаңа менің жолдасым инструктаж өткізді, яғни маған көрсетті қалай жағу керек мына жерде. Бірінші ряд оныкі, ары қарай өзім жасаймын, бұл қиын екен.
осындай рядтан кейін менің түсінгенім бұл жұмыс мен үшін емес екен. Көп күшті талап етеді, жылдамдықты талап етеді, ал бұл мен үшін бірінші тәжірибе болғандықтан жылдамдығым жайын болды. Сол себепті жолдасыма тапсырдым бұл жұмысты. Мен болсам ендігі жай қасында жүріп көмектесіп жүретін болармын. Өкінішті. Осылайша тағы бір этап артта қалды. Біздің перегородкаларымыз толықтай дайын. Біріншісі ол ванна мен котельный арасындағы перегородка. Бұл жерде ванна мен душ орналасатын болады. Келесі ванна мен прихожий арасындағы қабырға. Бұл жерде біз встроенный шкаф жасайтын ойымыз бар. Ал үшінші ол екі спальня арасындағы қабырға. Келесі этап бұл ішкі отделка. Егер сізге қызықты болса, міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Алда қызықты видеолар көп болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Неге? 28-де. Олай емес. Бұл қарама. Олай емес, көп күшпен күш. Не? Жалын қашып кетті.